Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Дана Денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеом дәрілік аллергияға қатысты болатын болады. Дәрілік аллергия деп отырғанымыз бұл организмнің дәріге беретін жаман реакциясы болып табылады. Иммундық жүйе дәріні бөгде зат деп қабылдап, соған қарсы жауап беретін болады. Және бұл басқаша дәрілік жоғары сезімталдық деп аталады. Негізінен иммундық жүйенің жұмысы инфекциямен күресуге бағытталған. Қалыпты жағдайда дәріге организм жауап бермеу керек. Яғни оны бөгде зат деп қабылдап, оған қарсы шығуы қалыпты жағдай емес. Дәрілік аллергияның негізгі симптомдарына дененің қышуы және денедегі бөртпелердің пайда болуы, ісінулер және қан қысымының төмендеуі жатады. Дәрілік аллергияны біз дәрінің жанама әсерімен шатастырмауымыз керек. Дәрінің жанама әсері деп отырғанымыз бұл барлық адамдарда кездесетін клиникалық симптомдар болып табылады. Яғни белгілі бір дәріні қабылдайтын болсақ, одан пайда болатын жанама әсер, яғни инструкциясында жазылған бүкіл жанама әсердің белгілі біреуі болсын, барлық адамдарда кездесіп жатады. Ал дәрілік аллергия бұл барлық адамға тән емес. Яғни ол организмнің иммундық жүйесіне және де организмнің оған жауап беруіне тікелей қатысты. Жалпы дәрілік аллергияның бірнеше типтері бар және олардың әрқайсысындағы клиникалық көріністердің пайда болуы өзгеше болып табылады. Дәрілік аллергияның бірінші типіне дәрілік аллергияның шұғыл әсері түрі, яғни бұл орысша айтатын болсақ, аллергия немедленного действия. Бұл өте тез дамиды және бірнеше сағаттардың ішінде аллергияның симптомдары көрініс беретін болады. Дәрілік аллергияның бұл типінің симптомдары өте ауыр түрде өтетін болады. Шұғыл түрдегі әсерлі дәрілік аллергияның симптомдарына терінің қышуы және терідегі бөртпелердің пайда болуы, яғни оның ішінде терінің жоғарылаған бөліктерінде және де есек жемдердің пайда болуы, тыныстың қиындауы және тамақтың қысылу сезімі, одан бөлек ісінулер, бүкіл қолда, табан, дене, одан қалды шырышты қабаттар, әсіресе тамақтың ісінуі пайда болады, тыныстың қиындауы және де ақыр соңында қан қысымының төмендеуімен көрініс беруі мүмкін. Егер бұл аллергияның типін шұғыл түрде емдемейтін болсақ, онда бұл ақыр соңында өте организмге ауыр болып келетін аллергияның түрі анафилаксияға апарып соқтырады. Аллергияның келесі типіне кейінге қалған әсерлі аллергия жатады. Орысша бұл отсроченная аллергия деп аталады. Бұл аллергияның типі өте қатты қауіпті емес, және де симптомдары да бірінші типтегі қарағанда өте жеңіл түрде өтеді. Олардың ішінде көбінесе терілік симптомдар көрініс беріп жатады, қышу аса қатты тән емес. Бұл аллергияның типі тыныстың қиындауы, ісінулердің болуы және де қан қысымының төмендеуі секілді симптомдардың бұл жерде болмауы тән болып табылады. Егер де терілік реакция өте қатты дамитын болса, бұл аурудың өзіндік атауы бар, яғни синдром Стивенса-Джонсона деп аталатын болады. Және оған арнайы медициналық көмек керек, өйткені бұл патологияның түрі, синдромның түрі өте ауыр түрде өтетін болады және арнайы госпитализацияны ұсынатын болады. Сізде дәрілік аллергия көрініс беретін болса, қандай шаралар жасау керек? Егер сізде аллергияның осы жоғарыда айтылған симптомдар көрініс беретін болса, сіз дәрілік көмекке, яғни жедел жәрдем көмегіне жүгінуіңіз керек. Денеңізде есек жем және де басқа да терілік өзгерістер пайда болатын болса, ісінулер болатын болса, онда өзіңіздің дәрігеріңізге немесе медбикеңізге хабарласып және де ол кісіден кеңес алсаңыз болады. Аллергияның ауыр түрі ауруханада емделеді және де арнайы аллерголог маманның көмегімен жүргізілетін болады. Ең басында сізде осы дәріге аллергияңыз бар екенін білу үшін арнайы анализдер жүргізіледі. Яғни қарапайым қазіргі кезде кең таралған терілік сынама жасалатын болады. Ол терінің астына кішкене папула түзілгенше дәрі енгізіледі және бірнеше уақыт күтіліп,
және сол 10-15 минут өткеннен кейін терідегі өзгерістерге қарайтын болады. Егер бұл сынама оң болатын болса, ары қарай екінші сынамаға қарай өтеді және бұл дәріні басқашалай, теріге емес, тікелей организмге енгізетін болады. Және егер де осы кезде де қайтадан бөртпе немесе несек жем секілді көріністер байқалатын болса, онда бұл дәріні міндетті түрде тоқтату керек болып саналады. Дәрілік аллергияны негізінен арнайы аллерголог немесе иммунолог мамандар емдейді. Оны арнайы дәрілерді тағайындау барысында арнайы глюкокортикостероидтар немесе иммунопротект, иммунодепрессант, иммуносупрессор сияқты арнайы топтың дәрілерін тағайындаудың көмегінің нәтижесінде дәрілік аллергияны емдеуге болады. Бірақ та сізге дәрілік аллергияны болдырмау үшін не істеу керек? Ең біріншіден, сіз мысалы белгілі бір госпитализацияға жату барысында немесе басқа аурумен ауыруыңыз мүмкін, және осы дәріні сізге салдырмау үшін сіз өзіңіз арнайы дәрігеріңізге немесе медбикеңізге ескертіп айтуыңыз керек. Немесе аптекаға, дәріханаға барған кезде де фармацевтке сіздің қандай дәріге аллергияңыз бар екенін білуіңіз керек, айтуыңыз керек. Неге десеңіз, мысалы сіздің белгілі бір дәріге аллергияңыз бар, оның ішіндегі белсенді заты бір зат, және сіздің соған аллергияңыз бар. Осындай белсенді затпен қаншама фармкомпаниялардың дәрілері бар, және сіз білмейсіз қайсысының сізге аллергия тудыратын. Сол үшін арнайы сақтық шарасы мақсатында осы дәрілерге аллергияңыз бар екенін, осы дәріге аллергияңыз бар екенін барлық жерде айтып жүруіңіз керек, және егер мүмкіндік болса білесіз таққаныңыз жөн. Ал еміне келетін болсам, бұл емін мен ешқандай дәрігердің көмегінсіз осы видеода айта алмаймын, өйткені бұл видеом тек ағартушылық, танымдық мақсатта ғана түсіріліп отыр. Оны арнайы емханаларда немесе ауруханаларда емделеді және дозасы бойынша әр адамға индивидуально тағайындалатын болады. Оны сіз өзіңіздің дәрігеріңізбен ақылдасқаныңыз жөн. Және де егерде келесі видеоларда анафилаксия, анафилаксиялық шок, антибиотиктер жөнінде білуіміз керек. Жалпы антибиотиктер қалай аллергияны тудырады, одан бөлек контрастты аллергия дегеніміз не, жалпы не үшін дәрілерді тағайындаулар бойынша ішуіміз керек. Осы секілді сұрақтарға жауап алғыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Және де аллергияға қатысты қандай сұрақтарыңыз бар, солардың барлығын комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздерге жинап толық түрде видео түрінде салатын боламын. Жалпы сіздермен бірге болған Дана Асқарқызы және Дана мен денсаулыққа каналы, және келесі видеоларда да, алдағы видеоларда да сіздермен жүздескенше сау болыңыздар.